Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қазақстандық және кеңестік жазушы Табыл Құлиястың туғанына 90 жыл жазушы сатириктің қалдырған мұрасы мол. Табыл Құлияс сауда сақал сипағанша жалмауыз, құйын 2 томдық ақмылтық сатиралық кітаптары мен Жиенғали Тілепбергенов туралы аңыз ізімен романның авторы. Осыған орай бүгін Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында әдеби кеш өтті. Назыма Есболсынова әңгімелейді. Табыл Құлияс Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері. Тің иегері үшін еңбек ардагері медальдарымен марапатталған. Балғабек Қыдырбекұлы атындағы сыйлықтың лауреаты. Жазушының өмірден өткеніне 3 жыл, ал қалдырған мұрасы мәңгілік. Оның мақала өлеңдері, очерктері өз кезеңіндегі газеттер мен журналдарға, сондай-ақ республикалық басылымдарға шығып тұрды. Бүгін кітапхана қабырғасында өткен шараға Табыл Құлиястың көзін көрген үзеңгілес достары да келді. Өз естеліктерімен бөлісті. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Табыл Құлияс ағамыздың туғанына биылғы желтоқсан айында 90 жыл толайын деп тұр. Облыстық кітапхананың осы мерекеге орай шара ұйымдастыруын құптаймыз. Себебі Табыл ағамыздың есімін Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі жұртшылық жақсы біледі. Бұл кісі біздің облыстың Ойыл ауданында туған. Еңбек жолын Ойыл аудандық газетінде бастаған. Табыл Құлиястың тұңғыш сатиралық кітабы Кесілген бұрым 1977 жылы жарық көрді. Сауда сақал сипағанша, Қоңыраулы күлкі грамма сатиралық кітаптары, Шемен шер, Дүние дәурен, Зет сияқты очерктері де бар. Ойыл ауданының құрметті азаматы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Табыл Құлияс 2022 жылы артынан мол мұра қалдырып дүниеден өтті. Әдеби кешке зиялы қауым өкілдері мен ақпарат саласының үздіктері де жиналды. Ал жастар жазушының романдарын оқып, өлеңдерін жатқа айтты. Назыма Есболсынова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.